Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Алғашқы рет Рамазан айы туралы қашан естідіңіз? Бірінші рет Рамазан айы туралы мен бір досымдан естідім. 4 жыл бұрын болған оқиға. Ол ораза ұстап жүргеніне 15 жылдай болды. Сен үшін ең қиын сынақ қандай? Су ішпеу, тамақ жемеу. Мен кезінде ораза ұстағанды міндет солай болу керек деп ұстайтынмын. Қазір ең қиыны ол эмоцияларымды бақылау және санамды таза ұстау. Сенің ең басты қорқынышың? Менің басты қорқынышым ол Алла тағаланың разылығын ала алмау. Сонымен қатар жақындарымның ауырғанын, оларды жоғалтқанымнан және көмектесе алмай қалатынынан қорқамын. Әттеген-ай, неге осылай істемедім деген жағдайлар болды ма? Ештеңеге өкінбеймін. Болған нәрсе болды, бәрі бір Алланың қолында. Ал істемегенім болса, әлі уақыт келмеді деген сөз. Ақшаға нені сатып алуға болмайды? Ақша ол құрал. Мақсатыңа жеткізеді, өзіңе және айналаңа қолайлы шарттар жасай аласың. Бірақ ақшаға Алла тағаланың разылығын, махаббат және бақытты ешқашан сатып ала алмайсың. Рамазан айында қалған ең жақсы естелігің? Ең керемет естелік ол Рамазан айының соңы. Сынақтардан өтіп, шыдамдылықпен оразамды аяқтадым. Алла тағалаға жақынырақ болдым деген қуанышты естеліктер. Не нәрсеге уақытың жетпейді? Басымдықтың сұрағы. Бәрін дұрыс орын-орнына қойсаң, уақыт бәріне жетеді. Қандай нәрсе көңіл күйіңді түсіреді? Рухани байлыққа неге ерте келмедім деп өкінем кейбірде. Имандылығымды арттырар едім ерте бастағанда. Алға қадам басуға не көмектеседі? Жанұям мен айналам. Олар мені тоқтатпайды және алға басуға көмектеседі. Рамазан айынан не күтесің? Ифтарға көп шақырат, сосын ифтаритет болам деп мәз болам. Қалжыңдағаным ғой. Рамазан айы мен үшін тағы бір сынақ. Алламның алдында тағы да есейем, өсем. Оның басымызға жазған сынақтарынан сүрінбей өтем деп ниеттенем. Алғашқы рет ораза ұстағалы жатқан адамдарға қандай кеңес бересің? Оразаны ізгі ниетіңізбен ұстап бастаңыз деп айтқым келеді. Бұл ай киелі ай. Сіз біраз рахаттанасыз. Алла тағаланың разылығына ие боласыз.